Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Мен бүгін сіздердің сұрауларыңыз бойынша мен кимешекті қайтадан дұрыстап көрсетіп жатырмын. Бүгін арқасына мынау матаның ұзындығын қанша бар сонша жібереміз. Мына жерде вот 74 сантиметр. Алдына біз 52 60 болған, алдында 60 қатты ұзын болады. Мына жас қыздар кигендіктен 55 қыламыз. Так, мен енді 55-ті біз мына 45 сантиметрге дейін, вот мына жерге 45 сантиметр өлшеп алайық. Даже 45 емес, 35 сантиметр белгілеп. 35 сантиметрге дейін бүйтіп циркульмен сызғандай қылып бүйтіп сызамыз. Так. Болды, 55. Ар жағына мына артқы. Оны доңғалатып, дөңгелетіп әкеп қосамыз. Мына жерден біріктіріп кетеміз. Болды. Енді осыны қиып аламыз. Алды. Самое главное, алды. Мына бас жағын кесіп аламыз. Бұлай мына алдыңғы бет жағын 4 сантиметрге кесеміз. 4 сантиметрге. 4 сантиметрге алып тастаймыз. Ал ұзындығы 29, почти 30 сантиметрге. 29-30. Бұның айналасын сосын кособекімен көмкіріп шығамыз. Осыны қазір прям кесіп алып тастаймыз. Бұл өте оңай тәсілі. Айтайын ұмытып кеттім. Арт жағы дөңгеленіп шығу үшін, артқы жағы дөңгеленіп төгіліп тұру үшін. Мына ширинасын былай узкий қылып емес, кішкене бүйтіп доғаландырып әкелесіздер. Сол кезде арқасы төгіліп тұрады. Так, енді мына бас жағының киілетін жағына вытяжка жасау керек. Выточка жасау керек. Или не дейді? Выточка деймі? Выточка жасау керек. Мындай кесіп, бұл жері басқа келеді. Мына жеріне маңдайша жасаймыз қазір. Болды, осыны тігеміз. Мына артын бірінші тігіп аламыз, оверлож деп. Сосын мына алдыңғы жағын кособекімен тігіп шығамыз. Екі бүктесеңіздер де болды. Просто екі тігілсе, екі қабаттан. Сол жер қатты созылмайды, жақсы ұстап тұрады. Жіңішке. Шетін алып тастау керек. Кейін тартылып, жолған кезде тартылып, жамандап тұрады. Болды, енді мына жерін тігеміз да, мына жағын, мына кимешектің маңдайына тігеміз. Қазір матамыз біздің креп-шифон тонкий. Ең главный нәрсе кособейка. Алдын көмкіретін осы матаның өзінен кособейка по косой кесіледі. По косойды мен ана жол көрсетпеймін қалай. Тоже кесіп аламыз. Артына ойлайтын үшін. Бірінші маңдайшасын тігісеміз. Сосын барып тігеміз. Қайтар. Кимешегіміздің арқасын тігеміз. Кимешегімнің арқасын бәрін оверлож етіп, өтіктеп қойдық. Енді мына маңдайшасын екіге бүктейміз. Мынау тіккеннен кейін уже кішірейіп қалды. 12 сантиметр болып қалды. Так, осының ортасын бүктіп белгісіп қоямыз. Сосын оны мынаған өлшеп аламыз. Мынаның басынан қатты тарқай тігеміз. Мына жерге келді. Мына жерге кішкентай тіліп белгісіп қояйық. Сол жерге келіп тоқтайды. Қазір мынаны жай көктеп аламыз. Енді осыны қазір
Так, значит, белгілеп ұстатып қоямыз. Қазір мынаны тиіп көреміз. Қараңыздар, кішкене маған бетіме тар сияқты. Бірақ жас қыздар киетін болғандықтан, жас қыздар болғанда модельдер ғой, солар киетін болғандықтан мен оны оймаймын. Өтті мына жерге баутағанбыз. Осы. Енді мына жерін біз агрегуш деп шығамыз. Одан кейін барып астын көмкеріп шығамыз. Сол агрегуш тепкен жерін бастырып деп шығамыз. Бәйткеніз. Şimdi биігірек алайық. Мен негізі тігінші емеспін. Суретшінің оқуын бітіргенмін. Бірақ бізде жұмыста бір орта әйел жұмыс істеді. Ол кісі постоянно қазақша бас киімдердің бәрін орысшалап жүретін. Сосын мен давайте мен істеп көрейікші деп істеп сөйтіп бас киімге ауысып кеттім. Ауысқанда хоббиім болып кетті. Ол кісіден де көп нәрсе үйрендім. Бірақ тігу жағынан. Менің мамам мастер. Әр жақты, жан жақты болған. Тігін тігуді кішкентайымыздан үйрендік. Даже ағаларымыз да тігіп отыр. Мен бәрін бүйтіп ұстап қойған дұрыс. Мен все-таки опытный тігінші емеспін. Бірақ білгенімше тігемін. Енді оң жағынан бастырып тігіп шығамыз. Чтобы әдемі жату үшін. Міне біттік. Енді мына жерге жақсылап үтіктеп, тесімін салып жүру керек. Болды. Астын еще қайырып төгіп салу керек. Сосын үтіктеп ұрыстым. Кособейкадан тіге салу керек. Өз матасына. Сол кезде әдемі болып шықты. Так. Болды, енді осы жерде бауын тігіп тастаймыз. И мынаны бастырып тігіп тастаймыз. Тесімамен айналасын көмкереміз. Тесіманың сыртынан тігеміз. Өйткені сыртынан тіккен кезде доғасы тура келеді. Если ішінен тіксеңіздер, мынау тартылып қалады. Енді шағын. Әдемі болып шықты. Мынаның айналасында бүйтіп көмкеруге болады. Bizim bitip kaldık. Уже кішкентай последний штрих қалды. Последний штрих. Ура! Мына матаның аты крепший фон. Қатты жұқада емес, қалың емес, средний. Міне арқасы өзім киді. Вот.
мына жағын байлап қоясыздар. Болды. Мына жағына шапкасын киген кезде жақсы болады. Ал міне көрермендер, сіздердің сұрауларыңыз бойынша міне кимешек киіп, кимешекті басынан аяғына дейін жақсылап түсіндірдім деп ойлаймын. Қарап алыңыздар. Мына жерлерге бүйтіп шашақ қойсаңыздар болады, бахрама, өздеріңіз білесіздер. Мен енді мынандай кішкентай ғана тесма қойдым. Вот. Мына оюын өздеріңіз оюларыңызға болады бетке. Мысалы үшін менің бетім үлкен, қызымның беті кішкентай, оған мынау кең болып тұрады. Сол сияқты әркім өзінің бетіне лайықтап кесіп алады. Вот. Ал құрметті көрермендер, менің каналыма жазылыңыздар, ұмытып кетпеңіздер. Келесі көріскенше жақсы сау болыңыздар.